жалпы бар қазаққа белгілі Ихсан Қоңыр Мандоки жайлы өмірбаян жайлы айта кетсеңіз. Қоңырды білмейтін бұл қазақ туғанның ішінде адам жоқ, бәрі біледі. Қоңыр ағаң сол Мажарстанның екі жері бар, екі аймағы бар. Венгрия дейді ғой, Мажарстанның. Ол екі аймақтың бірі Ұлы Қыпшақ жері, бірі Кіші Қыпшақ жері. Сол Қоңыр ағаңның туып өскен жері Ұлы Қыпшақ жері. Ол жерде Қоңыр ағаң Қыпшақтардың үй ішінде жанұясында дүниеге келген екен 44-ші жылы. Үлкен әкесі, атасы сол елдің, сол Қыпшақ ауылының, Қарсақ деген ауыл емес, енді бір орталық Қарсақ қаласының әкімі болған екен. Оның баласы Ескендір деген енді Қоңырдың әкесі. Шандыр дейді мажарлар. Ол жылқымен айналысқан, жылқышылықпен өте көп айналысқан және жылқының тұқымын жаңартқан, сондай ол да бір ат құмар Қыпшақ адамы болған екен. Бірақ ол кісі жасы өліп кетті. Қоңырдың 14 жасында Қоңырдың әкесі қайтқан. Сонан кейін Қоңыр өзінің шешесі Қоңырды тәрбиелеген. Қоңыр мектепті бітіргеннен кейін сол Қарсақ қаласында Қоңырдың негізгі балалық шағы өте қиын өткен. Қоңыр 10 жасында, ол кезде совет гарнизоны болған ғой, әскерлер болған. Сонда Қарсақта Қоңыр мектепке барып келе жатқанда көретін болған қазақтың әскерлерін. Машинаның ішінде отырады, түрі қазақ. Сосын барып сұрайды, енді орысша оқиды ғой мектепте. 10 жасар бала сұрайды, сіз қайдан, кімсіз, қазақсыз ба деп. Сосын ол кісі сұрайды, сіз неге бала, неге сен менің қазақ екенімді қайдан білдің дегенде, менің атам, әкем айтатын, біз Қыпшақпыз. Біздің арғы тегіміз, ата жұртымыз со, Орта Азия, Қазақстан. Сен негізі мүмкіндік болса, өзіңнің туғандарыңды ізде деп айтады екен балаға. Бала кішкентайынан соны есіне, кішкентайынан енді басына құя берген ғой. Қоңыр сол қазақты көріп, ол кісіге барып, тізгінші дейді ғой енді, шофер дейді орысша. Тізгіншіге барып, маған сіз қазақ болсаңыз, қазақша үйретіңізші дейді. Сол Қоңырдың әлі күнге дейін қолжазбасы бар. 4-ші кластағы бала өзінің венгрше, мажарша, қазақша, орысша қалай сөздер үйренген дәптері бар. Сөйтіп ол үйрене бастайды. Сол қазақ тізгінші орыстың үлкен офицерлерінің әйелдерін сол жаққа Қарсаққа дүкенге әкеледі екен. Олар дүкенді аралап жүргенде Қоңыр сол жаңағы тізгіншімен сөйлесіп қазақша үйренеді екен. Сөйтіп көп бірнеше жылдар жүрген. Онан кейін қазақ тізгінші кетіп қалғаннан кейін қырғыз келген, онан кейін Қарачай, Балқар келген. Енді орыстың әскерінде көптеген ұлттар бар ғой, енді ол кезде Совет одағының кезі. Солардан Қоңыр жайлап өзінің енді Қыпшақтың тіліне жақын тілдерді үйрене берген. Сөйтіп Қоңыр өзінің туған туысына Қыпшақ тіліне деген құштарлығы дамып, қазақшаны үйреніп, жақсы үйреніп, ақыр түбі түркологияға барып түседі. Түркологияға түсу үшін де оңай болған жоқ. Оған енді Немет Дюла деген атақты түрколог профессор бар. Бүкіл Европа, бүкіл дүние біледі. Сол Қоңырдың туған жерінен шыққан, оның аты Немет Дюла профессор, ол кісі де Қыпшақ екен. Сол кісі ғана көмектесіп Қоңырды түркология оқуына түсіруге көмектеседі. Неге десеңіз, Қоңырды әкесінің Кулак деп, ол кезде қуғынға ұшыратқан. Сондықтан Қоңыр көпке дейін оқуға бару қиын болып, техникум бітіргеннен кейін Қоңыр ат тренер дейді, үйретуші болған. Бір үлкен ипподромда ат үйретуші болған, жұмыс істеп жүрген, университетке түсе алмаған. Түсейін десе, Кулактың баласы деп алмаған. Бірақ ол жерде жүріп, ол талай ат чемпионы болған. Енді тұқымы Қыпшақ болғасын атқа жақсы болады ғой, әкесі де атты өте жылқымен айналысқан. Ақыр университетке түсіп, Немет Дюладан университеттің түркология факультетін бітіріп шыққаннан кейін, енді ол ізденісе бастап, Добраша татарларына, Монғолия қазақтарына барып, енді осылай дүниеге аралап, қазақтарды, Қыпшақтардың тұқымын іздеп, ақыр түбі осы Қазақстанға ең бірінші Қоңыр 75-те келген. Сонан кейін 76-да, сол 76-да келгенде, жоқ,
Қоңыр 76-та келді, 78-де екінші рет келгенде біз таныстық, 80-де біз үйлендік. Университетті бітірген бойдан жан жаққа Түркияға, Моңғолияға, Доброжа татарларына, Румынияға, Болгарияға барып, сол жердегі түрктектес халықтарының тілін, әдебиетін іздестіре бастады. Енді негізгі бірінші докторлығы Доброжа татарларының тіл ескерткіштері. Сол Доброжа татарларының мақал мәтелдері. Солардың енді тіл ескерткіштерінен жазған диссертациясы бар. Ал негізгі кандидаттық тақырыбы осы Мажарстанда тұратын қыпшақтардың қазіргі енді Мажарстандағы қыпшақ тілінде сақталып қалған жер су аттары мен адамның аттары. Сонда осы күнге дейінгі Мажарстандағы қыпшақтардың әлі күнге дейін өздерінің аты жөнін, жер су аттарын сақтаған дәлелдейді. Сондай жерлердің аттарын мысалға келтіреді. Әлі күнге дейін бар екен. Көп жердің көп жер су аты, мысалы Қарсақ деген тек қана қазақ тілінде түсіндіруге болады. Мажар тілінде ешкім түсінбейді, қыпшақ тілін ешкім білмейді қазір. Сондықтан бұл Қарсақ не дегенде, қазақ тілінде енді даланың түлкісі деген сөз ғой. Көптеген енді осындай тіл ескерткіштерін қайтадан жаңартады. Көптеген сөздің түрік сөз екенін тауып, жер су аттарының қыпшақ тіліндегі сақталып қалған Мажарстандағы ескерткіштер екендерін тауып, сол жөнінде кандидаттық үлкен 81 жыл қорғаған кандидаттық жұмысы бар. Оны артынан қоңыр қайтқаннан кейін кітап қылып шықты. Бірақ енді ол толық емес еді. Негізі қоңыр оны өзгерткісі келген өзінің диссертациясын. Бірақ оған жетпей ерте кетіп қалды. Негізгі оның арманы осы түрік халықтарын, бүкіл түрік халқын біріктіру, олардың тілінің бірге жақындығын, біз деп ол айтатын, бір шыбықты сындыру оңай дейді. Ал топ шыбықты, 5-6 шыбықты біріп қойсаң, оны сындыра алмайды дейді. Сондықтан біз негізі бұрын бір халық едік бәріміз. Қыпшақтар болдық, артынан бәріміз бөлініп кеттік. Сондықтан біз не болса да қазақ, қырғыз, қарачай, балқар, құмық, татар, ноғай барлығымыз біз негізі бір халық, біз бірігуіміз керек дейтін еді. Енді соның нәтижесін көріп отырмыз. Қазір мінекей бүгінгі келген себебімде осы қазақтың қара шаңырағы Қазақстанда енді түркология орталығы ашылып жатыр екен, түрктанушы орталығы. Осы ресми түрден де республикалық статус алайын деп жатыр. Дархан ініміз басқарып жатыр, статус алып жатыр. Соған енді мінекей Қоңырдың кітапханасын өзінің енді таңдап алған, өзінің Құдай бұйыртқан киелі жері Қазақстанда ғой, өзінің сүйегі. Енді кітап рухани байлығы, рухани мұрасы кітапхананда жеткізіп отырмыз қазір осында. Кітапхана қоры қанша қазіргі уақытта? Қандай кітаптар бар ішінде? Енді бұл дүниедегі артық айтпасам өте кездеспейтін түркологтарға таптырмайтын бір кітапхана. Бұны Европада да жоқ, басқа жерде де жоқ деп ойлаймын бұндай. Бұнда бүкіл түрк халқы, қандай түрк халқы бар, барлығының кітабы бар, барлығының сөздігі бар, барлығына енді өте құнды кітапхана деп ойлаймын. Жалпы саны қанша мың кітап? Енді 16 мыңнан асады. 16 мыңнан асады. Сол үшін қазақ тарихына қатысты қанша мың кітап? Енді мен оны дәл санағам жоқ. Енді көбі осы тарихқа байланысты ғой, әдебиетке, тарихқа, этнографияға, тілге, негізі көбі осы қазақ қыпшақ тарихына байланысты. Қай тілдер көбінесе? Көбінесе, мен шын айтсам, қазақ тілінде де бар. Неге ол кезде кітапхананың көбі орыс тілінде болды ғой? Қазақ тілінде, орыс тілінде, бүкіл татар, қырғыз, башқұрт, француз, неміс, моңғол, Қытай, Жапон, қандай тіл бар? Бүкіл дүниеде барлық тілдегі қазақ, қырғыз, қазаққа байланысты, қыпшаққа байланысты бүкіл кітаптың бәрі соның ішінде.